Бізге керегі крылышки, соевый соус, мед, чеснок, лимон, қарабұрыш, паприка менде копченый, тұз и чуть-чуть сұйық май керек бар, подсолнечное масло. Ал енді қараңыздар, ортасынан екіге бөлеміз. Ортасынан бөлеміз, мына тырнағын алып тастаймыз. Сосын мариновать етеміз. Қазір құрттай сұйық май құямыз. Крылышкамыз 40 минут мариновкада тұрды. Енді осындай құрттай қалыңдау шампурға екеуден осылай қадап духовкаға саламыз 180 градусқа. Уақытын қазір айтамын. 35 минутта 180 градусқа шашлығымыз дайын болды. Крылышкадан шашлығымыз дайын болды. Асымыз дәмді болсын.